Ораза айт бір күн, құрбан айт 3 күн. Енді осы айттан кейін қаза оразаны ұстайын ба, жоқ 361 жылдық сауабы тең шәуәл нәпілді ұстайын ба деген елдің ортасында қызу талас болып жатыр. Рамазан айы өзі де, және оның каффараты да, және оның қазасы да ол парыз болып есептеледі. Яғни Құрандағы Құдайдың бұйрығы болады. Қазір біз осы 360-қа тең деген нәпіл қосымша оразаны дәріптегеніміз соншалық дәрежеде біз Рамазанның қадірін төмен түсіріп жіберіп жатырмыз, қарызымен қосып. Сондықтан оны кейін ұстайым деген болмайды. Бірінші қарыздан құтылыңыз. 5 күн, 10 күн қанша қарызыңыз бар, мойныңыздан қарызды құтылыңыз. Содан кейін шәуәл айы 1 ай өзі. Содан кейін жалғастырып арасын 1 айдың ішінде қалған күндеріңізді ұстаңыздар. Ол сауап амал, бірақ ол міндет емес, ол нәпіл қосымша. Бұл таласатын дүние емес. Екеуіне бір ниет қылынбайды, екеуі жеке-жеке дара құлшылық. Бірақ Рамазанның тағыда айтам, қарызы мойныңда тұрған кезде нәпілді ұстау бұл сәл қиыспайтын дүние. Өйткені қарыз үшін тағыда айтам, сұраласыз. Нәпіл ораза үшін шәуәл болсын, оған сұралмайды. Бұл сауапты амалдың бірі. Істесеңіз сауап, істемесеңіз сұрағы жоқ. Сондықтан сұрағы бар нәрсеге ұмтылуға шақырамын.